Әл-Мәтин. Алла Тағаланың көркем есім сипаттарынан. Толық мағынасы мықты, тұрақты, құдіретті, өте берік. Оның күшіне ешкімнің қуаты жетпейді. Ол ешқашан әлсіз немесе шамасыз бола алмайды. Я Мәтин. Зікір етудің пайдасы рухани және материалдық қуаттылық, берік және ерік жігерлі болу, аурулардан айығу. Алла Тағаланың осы есімін 500 рет қайталаңыз. Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, мықты, Я Мәтин, тұрақты, Я Мәтин, құдіретті, Я Мәтин, өте берік, Я Мәтин, оның күшіне ешкімнің қуаты жетпейді. Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин. Я Алла, бізді рухани және материалдық тұрғыдан қуатты етіп, ерік жігерлі болуымызды нәсіп ете көр, аурулардан айығып кетуімізді нәсіп ет. Алла Тағала дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Я Мәтин. Зікір етудің пайдасы рухани және материалдық қуаттылық, берік және ерік жігерлі болу, аурулардан айығу. Алла Тағаланың осы есімін 500 рет қайталаңыз. Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, мықты, Я Мәтин, тұрақты, Я Мәтин, құдіретті, Я Мәтин, өте берік, Я Мәтин, оның күшіне ешкімнің қуаты жетпейді. Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин. Я Мәтин. Зікір етудің пайдасы рухани және материалдық қуаттылық, берік және ерік жігерлі болу, аурулардан айығу. Алла Тағаланың осы есімін 500 рет қайталаңыз. Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, мықты, Я Мәтин, тұрақты, Я Мәтин, құдіретті, Я Мәтин, өте берік, Я Мәтин, оның күшіне ешкімнің қуаты жетпейді. Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин. Зікір етудің пайдасы рухани және материалдық қуаттылық, берік және ерік жігерлі болу, аурулардан айығу. Алла Тағаланың осы есімін 500 рет қайталаңыз. Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, мықты, Я Мәтин, тұрақты, Я Мәтин, құдіретті, Я Мәтин, өте берік, Я Мәтин, оның күшіне ешкімнің қуаты жетпейді. Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин, Я Мәтин.